Түркия Израиль президентінің ұшағына әуе кеңістігін жапты. 17 қарашада Түркия Израиль президенті Ицхак Герцогтың ұшағына өз әуе кеңістігі арқылы Әзербайжанға өтуге рұқсат бермеді. Бұл туралы Мелиет газеті дипломатиялық дереккөздерге сілтеме жасай отырып хабарлады. Дереккөздердің мәліметінше, Ицхак Герцог Әзербайжан астанасы Бакуге Біріккен ұлттар ұйымының климат жөніндегі конференциясына қатысу үшін сапарынан бас тартуға мәжбүр болған. Израиль тарапынан таратылған ақпарат бойынша бұл шешім қауіпсіздік мәселелері мен саяси жағдайды бағалау негізінде қабылданған. Президент елдегі ахуалды бағалай отырып, және қауіпсіздік себептерімен өзінің Әзербайжанға сапарын тоқтату туралы шешім қабылдады деп мәлімдеді Израиль өкілдері. Түркия мен Израиль арасындағы шиеленістің ушығуы бұл жағдай, Түркия мен Израиль арасындағы шиеленістің жаңа көрінісі болып отыр. 13 қарашада Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Израильмен барлық дипломатиялық қарым-қатынастардың үзілгенін жариялады. Ол өзінің мәлімдемесінде Түркияның палестиналық тарапты толық қолдайтынын атап өтті. Ердоғанның мәлімдемесі Түркия Израильдің қазіргі саясатына қарсы екендігін және палестиналықтардың құқықтарын қорғауды өзінің басты міндеті деп санайтынын білдірді. Бұл екі ел арасындағы қарым-қатынастың айтарлықтай төмендеуіне алып келді. Әзербайжандағы климат саммиті және оның маңыздылығы Ицхак Герцогтың Әзербайжанға сапары Біріккен ұлттар ұйымының климат жөніндегі конференциясына қатысуды көздеген. Бұл іс-шара климаттық өзгерістер мәселесін шешуде маңызды алаң болып саналады. Алайда Түркияның әуе кеңістігін пайдалануға шектеу қоюы бұл жоспарды жүзеге асырады.